сабақ бастар алдындағы әдісін топқа бөлу әдісімен бастайық, иә? Топқа бөлу. Балалар мына жерде барлықтарының 15 баланың бәрінің аттарын жазып қойды мына жерде. Қазір топқа бөлеміз. Автоматически өзі бөлінеді. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ бар. Өз тобымызға үндемей қарап отыра аламыз. Түсінікті ма? Бірінші топ. Пышақтар тобы, тез. Екінші топ бәріменде топтар. Екі кандидат дәрін ұндар ағай. Батыр. Кезетейік балдар. Үшінші Шерхан Айзере. Шерхан Айзере. Ерасыл Мағжан Санжар. Болды ма? Топқа бөлініп ба? Жақсы. Олай болатын болса әрмен қарай кетіп балалар. Балалар үйге берген тапсырма қандай тапсырма еді? Тақырып қандай еді? Үйге берген тапсырма. Күйреуінен кейін бірнеше мемлекеттерге бөлінді қандай? Әбілқайыр. Бірінші Ақ-Орда, Әбілқайыр хандығы, Ноғай. Сосын Әбілқайыр, Ақ-Орда, Ноғай, Моғолстан. Бірнеше мемлекетке бөлінді. Енді үй тапсырмасы, әр тапсырманы орындағандарға птичка ойып отырамыз. Топта кімдер алып? Үшінші топ, кім топ басшысы Айзере? Мемлекеті қай ұлыстың территориясында құрылды? 14-ші ғасырдың ортасы, 16-ші ғасырдың басы. Жақсы. Келесі сұрақ, алға болды? Балым? Тоғылық темір. Жылдар? Тоғылық темір. Қай жылда? 1348, дұрыс айтып тұр ма? Кеттік. Алғашқы Моғолстандағы басты рөл атқарған тайпа. Ең басты рөл атқарған тайпа. Тулақ тайпасы. Жақсы. Моғолстан мемлекетінің несі ол? Орталығы несі бар? Территориясы. Орталық. 953 жылы ислам дінін қабылдады. Жарайды, олай болатын болса балалар карта белгілейді. Суретте карта белгілейді. Сосын не көріп тұрсыңдар? Екеуінің бір-біріне жақындығы бар ма? Ақ-Орданың күйреуінен құрылған Әбілқайыр хандығы. Әбілқайыр хандығы. Әбілқайыр хан неше жыл? Хандықша? Бүгінгі біздің сабағымыз Дешті Қыпшақ аумағында Әбілқайыр хандығының құрылуына алып келді. Шайбан ұрпағы Әбілқайыр таққа 1428 жылы Сібірде ол бастаған кезең қақтығыстар мен соғыстарға толы болды. Бұл жағдай Шыңғысхан ұрпақтары, соның ішінде Керей мен Жәнібек бастаған қарсы топтың қандай атаумен болды? Мемлекетке қандай атау берілді? Сонымен қатар Әбілқайыр хан не қылды? Наразылық білдірді. Наразылық білдіріп, жетісуге сұлтандарды жетісуге баратқан кезде жолда не қылмыз? Тарихи оқиғалардың өзара байланысын анықтап, Қазақстан аумағында 13-15 ғасырларда құрылған мемлекеттердің сыртқы саясатын түсіндіреміз. Сонымен қатар Әбілқайыр хандығының құрылуының ішкі және сыртқы саясатын жағдайын түсіндіреміз. Енді әр топқа балалар тапсырма беріледі қазір. Бірінші топ. Кластерде Әбілқайыр хандығының құрылуының территориясы. Екінші Әбілқайыр хандығының құрылуын түсіндіресіңдер. Территориясын анықтайсыңдар. Батысы, шығысы, оңтүстігі, солтүстігі. Хандықтың этникалық құрамын анықтайсыңдар, қандай тайпалардан тұрды. Сонымен қатар ішкі саясатын талдайсыңдар. Инфографика, дескрипторге қараймыз. Инфографиялық суретте не көріп тұрсыздар? Жауынгерлерді. Сурет берем, дұрыс. Әбілқайыр ханның жолаушылық соғыстарының мақсатын анықтайсыңдар. Жалпы мақсат қандай болды? Өзінің жерін кеңейту,
Дұрыс па? Өзінің беделін арттыру, міне мақсаттары. Үшінші алады. Әбілқайыр хандығының құлау себебін берген формуланы қалдайсыңдар. Менің ойымша, құлау себебі неде болды оның? Жалпы әлсіреуі неде еді? Мемлекет басшысының әлсіздігі, дұрыс сосын қарапайым халықтың Әбілқайыр хандығының жүргізген саясаттан наразылығы, сосын мемлекеттегі қақтығыстар, осының бәрі. Одан кейін себебі не оның? Мысал келтіресіңдер. Сосын қорытынды ойларыңды жазасыңдар. Осының ішіне жазайсың. Тамақты бердің ғой бағана, осы орындарға тиісті сөздер жазасыңдар. Мына жерде сөздер не құрды? Өлім кетіп қалды өздері. Моғолстанға кетіп. Не құрды сол кезде? Өзі не құрды? Қазақ хандығы нараға жазасың. Қазақ хандығы. Жай, оны сөздер жаз. Кәні, Санжар шығамын бала. Кәні, оқиын. Әбілқайыр хандығы құрылды. Дұрыс. Құрылды ма? Дұрыс па? Бұл мемлекет шығыс жерінде Шығыс дешті Қыпшақ жерінде орналасты. Жарайды. Әбілқайыр қазақ Хандығын құрды. Жақсы. Отырамын. Жақсы. Балдар болды енді. Әбілқайыр хандығы туралы кәні балар қараймыз. құрылуы 15 ғасырдың 20 жылдары шығыс дешті Қыпшақ аумағында Әбілқайыр хандығы құрылды. Соғыстарға толы болды. Хронологиясы. Әбілқайыр хандығы 15 ғасырдың 30 жылдарында Қазақстанның батыс және орталық бөліктеріне құрылған құрамына енді. Территориясы батысында Жайық, шығысында Балқаш, оңтүстігінде Сырдария, солтүстігінде Ертіс. Төменгі ағысы, Суретте карта бейнеленген және де жауынгерлер, аттар және соғыс алаңы бейнеленген. Латынша әріптер бейнеленген. Мақсат көркейту, үлкейту, өзінің беделін арттырғысы келді. Барлық мемлекеттердің өзі басқарғысы келді. Әр мемлекеттің ішкі несіне саясатына, ішкі мемлекеттерге араласқысы келді, бәріне араласқысы. Әбілқайыр билікке келгеннен кейін кезеңі хандығының ішкі құрылысының тұрақсыздық болмады. Әбілқайыр мен оның айналасындағы батырлар мен аристократ арасында көптеген даулар мен таластықтар болды. Әсіресе хандықтың жергілікті ақсүйектер мен тайпалық көсемдері арасындағы келіспеушіліктер жиі болды. Әбілқайыр хан соларды жазалау үшін жорыққа шығарды. Жорық сәтсіз өткеннен кейін қаза табады. Ұжымдық жұмыс индивидуальный платформасы балалар. Платформамен жұмыс істейміз. Қазір балалар, қазір сұрақтар шығар. Үлгір тез барып басып үлгіреміз, уақыт шектеулі. Бастаймыз. Әбілқайыр хандығын бөліп шыққан топ. Керемет жәнібек. Жарайды. 1500 Мұхаммед Шайбани тарихи жазуларда көшпелі өзбектер мемлекет деп атанған жарайды.
территориясы. Батысы, шығысы, оңтүстігі, солтүстігі, дұрыс па? Одан кейін хандықтың орталығын белгілейсіңдер, сығанақты. Одан кейін Әбілқайыр жолаушылық соғыстарының негізгі 2 или 3 бағытын ғана белгілеңдер жетеді. Түсінікті ма? Балалар, сіздер тапсырманы орындай беріңіздер. Көмек керек болса, Шерханға көмектесеміз. Жақсы? Ал, Шерхан, мына жерде суреттер бар. 3 сурет. Кім? Кім? Біз кімді ұтып жатырмыз? Тарихты ұтып жатырмыз. Кімді ұтып жатырмыз? Бағана бері кімді айтып жатырмыз? Санжар, айтшы. Ханды ұтып жатырмыз. Дұрыс. Әбілқайыр хан ба? Әбілқайыр ханнан бөліп, өзінше бөліп болып кеткен сұлтандар кімдер? Қазақ хандығын құрғандар кімдер? Жәнібектің керей. Мынау кім? Шайбани. Кімнің баласы? Немересі, ұрпағы? Әбілқайырдың ұрпағы ма? Осыны керек жеріне апарып орналастырамыз. Енді қара, мен оқимын, дұрыс па, дұрыс па айтыңдар. Самарқанды өз ордасы деп жариялап, қай жерге апарамын одан? Апарамыз. Дұрыс. Апарамыз. Өзін апарып. Дұрыс. Енді мына жерге қараймыз. Қай жерге апарамыз? Мына жерге апарамыз. Жақсы. Балқаш деген сияқты. Қай жерде белгіледің? Батысында Жайық, шығысында Балқаш, оңтүстігінде. Ненің төменгі ағысы Сырдарияның, солтүстігінде Ертістің дейінгі жері. Қай жерде белгіледің? Қай жаққа белгіледің? Дұрыс. Басып алма. Соларды шақыруға болады мына жерде. Кім толық? Балалар. Қандай болды? Қарсы. Өзара қақтығыстар көп болды, иә? Ал сыртқы саясаты осыны бөліп жасасыңдар, иә? Жарай ма? Балдар, үстіне аты жөндеріңді жазуды ұмытпаңдаршы, иә? Көшпеліктері Әбілқайырдың саяси Наразы. Иә? Наразы. Жақсы. Сыртқы саясатын кім оқиды? 1928-1960 жылдары аралығында негізінен қазақ хандығының құрылуына және оның құрылуына, сондай-ақ орталық Азияға Кері байланыс беріп жүрейік. Балдар, мына жерде қазір мына жерде не?